Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін Жадрушаның ас үйінде голубцы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осындай әдемі жасыл перецтер қажет. Осы перецтерді жақсылап тазалап аламыз. Қызылмен араластырып жасасаңыздар да өте әдемі көрінеді. Бірақ сырттары бәрі бірдей, бірақ әдемілігі жағынан қызыл мен жасыл үйлесіп кетеді. Осылай перецтің басын ішіне салып, сосын бері қарай тартып, сосын жан-жағын өстіп тазалап аламын. Қағып, осылай перецтеріңізді жақсылап тазалап алыңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді күтемін. Тағы да жақсы рецепттермен бөлісетін боламын. Осылай тез перецтерімізді аршып тастаймыз. Тазалап аламыз, жақсылап жуамыз. Ал енді біз начинкасын жасаймыз. Осында сиыр еті мен фарш, жусай, күріш және пияз, блендерден өткізілген перецтеріміз және қара бұрыш, тұз, перецтер. Ал енді бастаймыз. Пиязымызды осылай фаршымыздың үстіне саламыз. Одан жуып алған күріштерімізді саламыз. Жусайымызды турап қойдық, жусайымызды саламыз. Енді тұз бұрыштарымызды саламыз. Бәрі дайын, жақсылап мұжып тұрып, жақсылап араластырып аламыз. Осылай астынан үстіне жақсылап араластырып аламыз. Ал енді тавамызды дайындаймыз. Осылай тағы да бір жақсылап араластырып аламыз. Енді перецтерімізге осылай барлық начинкамызды салып шығамыз. Енді осылай мен пышақпен перецтерді осылай тесіп қоям, жарылып кетпеу үшін. Осылай барлығын жақсылап начинкаларын перецтерге салып шығатын боламыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз.
Ал енді сорпасын дайындаймыз. Осылай пияздарымызды турап, жақсылап тұрып аламыз. Содан кейін ысытып помидор қызанағымызды турап салып аламыз. Одан кейін сәбізімізді турап саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді тоз беретістерімізді саламыз. Суымызды құямыз. Жақсылап қайнағаннан кейін голубцыларымызды салатын боламыз. Осылай барлықтарын салып шығамыз. Сіздерге ас болсын, жасап көріңіздер, өте дәмді кешкі асқа. Қонақ келгенде де жасасаңыздар болады. Картопын салдым. Жақсы, сау болыңыздар.